бір жас қызметші бір қауымға келеді. Бір қауымға келеді, алдын ала былай хабарлайды. Айтады, бауырлар, мен бүгін сіздерге 30 минутте үш бірлікті егжей-тегжей түсіндіріп беремін деп айтады. Ол кешкісін болатын жиналысқа солай алдын ала жариялады. Жиналыстан кейін бір шал кісі судың қасына барады. Кішкентай чайдың қасығы бар ғой. Сонымен алып, былай судан су алып, былай жерге төгіп жатыр. Анау жас қызметші қасына келеді, айтады, аға, ата сіз не істеп жатсыз дейді. Сол кезде ата айтады, бүгін бір жас жігіт үш бірлікті 30 минутта жеткізем деп айтты дейді. Қаншалықты бұл мүмкін деп. Осындай мысалмен көрсетіп жатыр, что сен сондай көп деген суды, көлді қасықпен қанша болсаң уақыт керек, сен оны уақыт жетпейді. Дәл солай, мен де бүгін үш бірлікті сіздерге егжей-тегжейлі былай 30 минутта бәрін күшті түсіндіріп беремін деп айта алмаймын, потому что әрине үш бірлік ол өте үлкен тақырып, әрине қиын тақырып. Сондықтан барынша қолымдан келгенше, сол дайындалғанша сіздерге түсіндіріп беруге тырысамын. Бірақ әрине есімізде ұстайық, что біз Құдай жайында айтып жатырмыз. Біздің Құдайымызды бес саусақтай түсіндіріп беру мүмкін емес. Біздің Құдайымызды әлемдегі бүкіл кітаптарда жазсақ та оны түсіндіріп беру мүмкін емес. Потому что Құдай ол кәдімгідей өте үлкен, ол бір жағынан құпиялы. Сонымен үш бірлік деген не? Үш бірлік осы ілім, ол өте маңызды ілім. Бұл ілім бізді басқа діндерден ажыратады. Келісесіздер ғой? Барлық діндер көбінесе Құдай бар екенін сенеді. Бірақ біз Құдай үш тұлғадан тұрады, бірақ бір Құдай бар дегенде көбісі бізге уже басын шайқайды. Потому что олар үшін бұл түсініксіз. Именно христиан діндің бұл ерекше ілімі деп айтсақ болады. Әрине біз оны шығарған жоқпыз, оны бізге кітаптың өзі айтады. Сонымен біз бүгін үш бірлікті қарастыратын боламыз, және біз оны үш қадамда қарастыратын боламыз. Бірінші қадам, үш бірлікке қатысты кітаптың көзқарасын қарайтын боламыз. Неге олай? Потому что біздің бүкіл түсінігіміз, іліміміз кітапқа негізделген болу керек. Сондықтан біз көреміз, кітап осы жайында не айтады. Екіншіден біз үш бірлік деген нені білдіреді деген назар аударатын боламыз. Және үшіншіден үш бірлік тұлғалардың әртүрлі қызметтеріне назар аударатын боламыз. Сонымен давайте біртіндеп бастайық. Біріншісі үш бірлікке қатысты кітаптың көзқарасы. Осы аятқа мұқият қараңыздар. Жаратылыстың бастауы 1:26. Бізге рухани жағынан ұқсас әрі бейнелес етіп адамды жаратайық дейді Құдай. Бұл аят бізге не білдіреді? Помните, біз ол туралы мен осы аят бойынша уағыз айттым. И бұл ең басты, әлем жарату, кітаптың ең бірінші парағы деп айтуға болады. Ең бірінші парағында біз не көреміз? Құдай айтады, біз адамды өзімізге ұқсас етіп жаратайық. Осы жерде сұрақ, кімге ұқсас? Біз деген ол кім? Біз деген ол кім? Кейбіреулер айтуы мүмкін, біз деген ол періштелермен қоса. Құдай періштелермен бірге тұрып айтады, адамды жаратайық бізге ұқсас. Егер ол айтсақ, онда осы жерде қате туындайды. Неге қате туындайды? Потому что біз періштелерге ұқсас емеспіз. Біз именно Құдайға ұқсас етіп жаратылдық. Сосын періштелер осы жаққа келмейді. Осы аятқа қарап біз уже көреміз, что кітап бізге Құдайды именно көпше түрде түсіндіру бастайды. Бұл аятта біз не көреміз? Именно Құдайдың бірнеше тұлғада бар екенін көрсетеді. Әрине бұл бізге бірден сразу осы ілімді жарияламайды, бірақ бізге уже бастан көрсетеді, что Құдайымыз ол көпше түрде сияқты. Давайте келесі. Келесі бізде қараңыздар, келесі аят. Аспан ашылып, Жақия Құдай рухын көгершін іспетті төмен түсіп, Исаның үстіне қонғанын көрді. Сонда көктен, бұл менің сүйікті рухани ұлым, мен оған ризамын деген дауыс естілді. Осы жерде не болып жатыр? Еске түсіріңіздер. Помните, Иса осы жерде шомылдырасынан өтеді. Иса келеді, аспаннан дабысы естіледі. Құдай әке аспанда. Жер бетінде кім? Иса.
И осы жерде үшінші тұлғаны біз көреміз, ол кім? Киелі рух. Киелі рух көгершін іспетті түсіп жатыр. Осы жерде үш тұлғаны біз бір сәтте көріп жатырмыз. Олар бөлек. Иә? Кейбір кезде адамды шатастырады андай. Иса жер бетінде, Иса Құдай болса, Иса ол жер бетінде, онда аспанда кім қалды дегендей. Осындай кейбір адамдар сұрақ қояды. Иә? Егер Құдай жерде, онда аспанда кім дейді. Осы жерде біз анық көреміз. Құдай әке аспаннан жариялап жатыр, жер бетінде Иса, оған үстіне киелі рух түсіп жатыр. Осы жерде біз көреміз, что ерекше үш тұлға бар. Келесі аят бізде. Оларды әкенің, ұлдың және киелі рухтың атымен шомылу рәсімінен өткізіңдер деп бұйырды. Естеріңізде болса, бұл Исаның соңғы аманаты. Иса уже жер бетінен көтерілудің алдында ол шәкірттеріне осы сөзді айтады. Барлық мен ізгі хабарды жариялаңдар, барлығын шәкірт етіңдер және су шомылу рәсімінен өтіңдер. Қалай өткізу керек? Әкенің атынан, ұлдың атынан және киелі рухтың. Не үшін осы үшеуін атап жатыр? Көріп жатсыз ба? Қайтадан, бұл өте маңызды. Даже ең басынан сіз адамды, когда сенімге алып келгенде, уже осыны сіз шомылу рәсімінен өткізгенде уже жариялайсыз. Сені біз Құдайдың атынан, ұлдың атынан және киелі рухтың атынан шомылу рәсімінен өткіземіз. Көріп жатсыз ба? Киелі кітап уже бізге, даже Исаның өзі бізге осыны уже айтып жатыр. Үшеуі бөлек, үшеуі әрқайсысы бөлек атап жатыр. И осы жерде біз не көреміз? Әрине бөлекті көреміз, и және не көреміз? Әке ол ұл емес. Иә? Потому что ол бөлек атап жатыр. Және ұл да әке емес. Осылай айту болады, киелі рух та ол ұл емес, ұл да киелі рух емес. Әртүрлі, әрқайсысы әртүрлі. Келесі аят. Киелі рухтың жетелеуімен сыйынып, өздеріңді Құдайдың сүйіспеншілігінде сақтаңдар және еміс Иса Мәсіхтің рахымын күтіңдер. Қараңыздар, Яхуда, ол бізде елшілердің ішіне кірмейді, бірақ сол қауым қызметкерлерінің бірі, и ол киелі кітапта хатын қалдырады. Бұл Исаны сатқан Яхуда емес, шатастырмаңыздар. Ол басқа Яхуда. Қараңыздар, Яхуда не айтады? Киелі рухтың жетелеуімен сыйынып. Иә? Қалай сыйынып? Киелі рухтың жетелеуімен. Өздеріңді Құдайдың сүйіспеншілігіне сақтаңдар. Кімдің сүйіспеншілігінде сақтаңдар? Құдай әкенің сүйіспеншілігіне сақтаңдар. Және еміс Иса Мәсіхтің рахымын күтіңдер. Қайтадан үш тұлғаны бөлек атап жатыр. Көріп жатсыз, оны біз шығарған жоқпыз, біз оны бөліп жатқан жоқпыз. Оны уже киелі кітапта ең басынан, сол бірінші ғасырдан бастап біз осындай көріп жатырмыз. Көріп жатсыз, получается, әр сол тұлғамен әртүрлі қарым-қатынас жасауға шақырды. Сонымен, осы аяттарға қарап біз не көреміз? Үш бірлік деген сөз, ол бізде киелі кітапта кездеспейді, бірақ осы сөз білдіретін ілім киелі жазбаның көптеген жерінде кездеседі. Көрдіңіздер ғой? Жаратылыстың бастауын көрдік, то что Құдай ол көпше түрде деп жатыр, жаратайық деп жатыр. И ол періштелерге қатысты емес. Біз көрдік, что Иса ол шомылу рәсімінен өткенде біз сразу үш тұлғаны көрдік, бөлек үш тұлғаны көрдік. Және біз Яхуданың сөзінде көріп жатыр. Яхуда ол бізді осындай қарым-қатынас жасауға да шақырып жатыр. Сондықтан киелі кітапта сіз үш бірлік деген сөзді таппайсыз, бірақ үш бірлікке қатысты түсінікті сіз табасыз. Сондықтан біздің былай айтқанда аталарымыз, сенімнің аталарымыз, ол былай бір гректің кітаптеріне қарап, әлемге қарап, үш бірлік деген түсінікті алып келген жоқ. Олар киелі кітапқа қарады, киелі кітапта олар көрді, что қара, осы жерде ерекше тұлғаларды атайды. Қалай бізге осыны түсіндіруге болады? И сол кезде олар үш бірлік деген сөзді қолданды. Яғни, олар киелі кітапта бар ілімді түсіндіруге тырысты. Олар жаңа ілім алып келген жоқ. И сіздер өздеріңіз оны көріп жатсыздар, что киелі кітапта осындай бар. Хорошо, келесі давайте. Үш бірлік деген нені білдіреді? Ең біріншіден қараңыздар. Үш бірліктің әрбір тұлғасы толық мағынада Құдай болып табылады. Бұл неге өте маңызды? Егер біз бұлай айтсақ, Құдай әке ол 80% Құдай. Иса ол 15% Құдай, және киелі рух ол 5% Құдай десек,
бұл уже түсініксіз бір нәрсе. Кей кітап бізге олай үйретпейді. Кей кітап бізге көрсетеді, что әр тұлға ол толыққанды Құдай. Біз оны қазір аяттарда көреміз. Ең бірінші давайте Исаның толықтай Құдай екенін көрейік. Қолыстарға 2:9 Паул былай айтады. Ал Құдайдың бүкіл болмысы Мәсіхтің бойында тұрады. Бүкіл болмысы деген ол не, бауырлар? Ол қанша пайыз, қалай ойлайсыздар? Ол 100%. И осыны бізге Паул айтып жатыр. Исада Құдайдың толық болмасы. Егер, қараңыздар, егер Исада Құдайдың толық болмысы болса, онда Иса кім? Түсінесіздер ғой? Кітап бізге солай айтады. Келесі аят. Тома оған, ие менің, Құдай менің деп мойынсынды. Бұл қандай аят? Помните, Иса уже аяқ шашта шегеленді, қайта тірілді. Шәкірттер әлі білмейді. Олар бірге жиналады бір бөлмеде. И сол кезде, помните, Иса көрінеді бірінші рет, бірақ ол кезде Тома болмайды. И сол кезде Тома айтады, Иса келді, Иса тірілді. Тома айтады, мен өз көзімен көрмегенше, өз қолдарымен тимегенше мен сенбеймін дейді. И сол кезде Иса екінші рет келеді. И сол кезде ой, Томаны шақырады, Тома берге. Сен іші бол. Мә, ұста. Сен ұстаған келді, ұста. Көрдің келді ме? Көр. И сол кезде Тома бірден осы сөзді айтады. Ол айтады, ие менің, Құдайым менің. Ол түсінеді, что оның алдында адам емес бұл. Елестетіп көрдіңіз, сіздің алдыңызда қол кесік бір кісі тұр. Кеше ғана өлген адам тұр сіздің алдыңызда. Ол шынымен тәнде тұр. Ол какой-то бір рух емес, елес емес. Шынымен. И сол кезде Тома просто тізесіне құлап осы сөздерді айтады. И бұл жариялау. Қараңыздар, ол Исаны ием деп айтады, және Құдайым деп айтады. Еврейге сол кезде адамды Құдай деп айту, ол өте андай Құдайға тіл тигізу сөздер болды. Даже бүгінгі күнде, например, егер мен айтсам, Ердос ол Құдай десем, сіздер мені, наверное, таспен өлтіретін шығарсыздар, И ол дұрыс болады, потому что Ердос ол адам. Түсінесіз бе? Тома Исаны ием және Құдайым деп жатыр. И қараңыздар, Иса оған, Тома, тоқта, сен дұрыс емес айтып жатсың. Мен Құдай емеспін деп айтып жатқан жоқ. Иса оны тоқтатып жатқан жоқ. Иса оны просто айтады, сен іші бол дейді. Келесі аят. Жохан 20:31. Ал жазылғандары Исаның құтқарушы Мәсіх Құдайдың ұлы екендігіне сендер сенсін, әрі сенімдерін арқылы онымен тығыз байланыста тұрып, шынайы өмірге ие болсын деген мақсатпен жазылған. Елші Жохан, білесіздер, Жохан жазған ізгі хабар жазады. Ең соңында осы сөздерді қояды. Осы сөздермен ол өз мақсатын көрсетеді. Не үшін мен жаздым бұл кітапта деп. И ол айтады, что Иса ол Құдайдың ұлы. И онымен тығыз байланыста тұрып, сендер мәңгілік өмірге ие боласыңдар. Иса Жохан үшін Құдайдың ұлы деген сөз, ол өте ерекше сөз. Ол әшейін, например, біз бәріміз Құдайдың балаларымыз, Например, мен айталам, мен Құдайдың ұлы деп айталам. Бір жағынан ол дұрыс, Потому что, например, біреуміз Құдайдың қызы, біреу Құдайдың ұлы дегенде, Бірақ Иса өзін Құдайдың ұлы дегенде, ол өте ерекше мағынада айтты. Өте ерекше мағынада айтқанын біз оны сол Жохан ізгі хабарды өте көп жерде көреміз. Иса не айтады, мен Құдаймен тығыз байланыстамын дейді. Мені көрген, ол Құдайды көрген дейді. Ол айтады, Құдай сенбі күні жұмыс істейді, үнемі, и мен де солай істеймін. Ол айтады, мен періштелерімді жебіремін деп айтады. Мен соттаймын дейді. Потом ол айтады, әкені құрметтегендей, баланы да ұлын да солай құрметтеу керек деп. Арамызда кім сондай сөз айта алады? Біз бәріміз Құдайдың балаларымыз, бірақ арамызда кім сондай сөз айта алады? Кім айта алады? Маған сенсем мәңгілік өмір бере алам деп кім айта алады арамызда? Біз бәріміз Құдайдың балаларымыз, Құдайдың ұлы мен қыздарымыз, бірақ ешқайсымыз сондай сөз айта алмаймыз. Егер біз сондай сөз айтсақ, ол кәдімгі жалған ілім, и біз Құдайдың сотына қаламыз. Бірақ Иса осылай айтты. И как бы осы жерде бұйырса, что Иса ол Құдайдың ерекше ұлы. И сол мағынада Жохан айтып жатыр. Қараңыздар, сосын айтып жатыр. Онымен байланыста тұрып, мәңгілік өмірге ие боласың. Иса ол ерекше Құдайдың ұлы. И осы
Исаның ерекше Құдайдың ол көрсетеді, ол жай ғана адам емес. Ол жай ғана адам емес, ол Құдайдың өзі. Сонымен біз Исаның құдайлық болмысын көрдік. Сонымен Иса ол қанша пайызға Құдай, қалай ойлайсыздар? Әрине 100%. Енді біз киелі рух жайында қарайық. Киелі рух ол кім? Ол Құдай ма дегендей. Кейбір адамдар ойлайды, что киелі рух ол просто бір энергия, күш дегендей. Бірақ ол тұлға емес деп ойлайды. Бірақ біз киелі кітаптан көреміз, что киелі рух ол тұлға. Киелі рухты ренжітуге болады, иә? Тұлғаны ренжітуге болады ғой. Например, біз ауаны ренжіте алмаймыз. Желді ренжіте алмаймыз. Ол просто ешқандай ода ешқандай болмыс жоқ. Ол просто какой-то бір күш, иә? Толқынды біз ренжіте алмаймыз, иә? А киелі рухты сіз ренжіте аласыз, потому что ол тұлға. Сонымен киелі рух жайында. Сонда Петр Ананияға былай деді: Анани, неге жүрегіне шайтанды ұялатып, киелі рухты алдап, жерінен түскен ақшаның бір бөлігін жасырып алып қалдың? Сен тек адамды емес, Құдайды да алдамақ болдың. Осы оқиға сізге бәріңізге әйгілі. Бұл оқиға Анания сол сатады, бірақ бір ақшасын, бір бөлігін тығып қояды, оны жарияламайды. И сол кезде Петр, қараңыздар, қалай оны әшкерлейді. Сен тек қана адамды емес, сен Құдайдың өзін алдадың. Оның алдында айтты, что киелі рух, иә? Киелі рухты алдап, киелі рухты алдап, киелі рухты алдап. Яғни киелі рух ол кім? Сен тек адамды емес, Құдайды алдамақ болдың. Киелі рух ол адам емес, иә, ол Құдай. Осы жерде ол айтып жатыр. Сен адамды емес, сен Құдайды алдамақ болдың. Яғни киелі рухты Петр, біз жақсы көретін Петр елші, киелі рухты Құдай ретінде сенеді, қабылдайды. Иә, сол бірінші ғасырда тұрған Петр, Исамен тікелей сөйлескен Петр, киелі рухты Құдай ретінде мойындайды. Сонымен, киелі рух ол Құдай. Келесі аят. Окей. Менде gösterdim. Yes. Осындай аят бар. Паул былай айтады: сол сияқты Құдайдың ойларын да Құдайдың рухынан басқа ешкім білмейді. Осы жерде ол не айтып жатыр Паул? Что киелі рух ол Құдаймен тығыз байланысты. И ол бөлек тұлға, ол біледі, иә? Например, егер киелі рух ол просто Құдайдың күші болса, онда осы жерде, например, как Рахила апа мені таниды деген сөз болмайтын еді, иә? Потому что это как бы ойға сыйымсыз. Например, егер ол, например, Рахила апа өз-өзін таниды дегендей, ол дұрыс, бірақ Рахила апаның қолы өзін таниды деп айта алмайсыздар ғой. Иә? Ол как-то уже андай как-то дұрыс емес и түсініксіз. Осы жерде айтады, что киелі рух Құдай екені таниды. Как бы бір тұлға басқа бір тұлғаны танығандай, осы жерде айтып жатыр. И өте тығыз байланыста таниды. Например, ешқайсымыз біз Құдайды толықтай танимын деп айта алмаймыз. А осы жерде Петр не айтады? Құдайдың ойларын да Құдайдың рухынан басқа ешкім білмейді. Тіпті Құдайдың ойларын да түсінеді киелі рух. Яғни ол өте тығыз байланыста. Құдаймен кім тығыз байланыста болады? Тек қана Құдайдың өзі. Біз Құдаймен толықтай тығыз байланыста бола алмаймыз. Тіпті даже помните, періштелер не істеді? Иә? Ишаяның көріністе. Олар көздерін жапты, аяқтарын жапты и жариялады тек қана. Киелі, киелі, киелі. Олар даже сол тығыз байланысқа бара аламайды. Потому что Құдай ол өте киелі, өте құдіретті. Ал киелі рух ол Құдайдың қасында, и ол Құдайдың даже тіпті ойларын да біледі. Яғни бұл киелі рух ол Құдай, потому что Құдайдан басқа ешкім оның ойларын біле алмайды. Окей, давайте енді үш бірлік нені білдіреді деген екінші тұжырымға қарайық. Киелі кітап үш Құдай емес, тек бір ғана Құдай бар екенін анық үйретеді. Осыны мұқият қараңыздар. Киелі кітап үш Құдай емес, тек бір ғана Құдай бар екенін анық үйретеді. Бұл өте маңызды тұжырым. Неге? Потому что басқа ілімдер бізді как раз та осы жерде айыптайды. Олар айтады: сендер көп құдайларға сенетіндер деп айтады. Сендер многобожники деп айтады. Естіген шығарсыздар. Сендер многобожники. Қараңдар, давайте.
Иса Құдай, Құдай әке Құдай, келрух Құдай. Сонымен қанша Құдай? 3 Құдай. Все, сендер көп құдайларға сенетіндерсіңдер. А ондайлар тәкаппарлар, ондайлар олар андай язычники, я? Я кәпірлер. Ондайлар кәпірлер, потому что сендер Құдайға тағы да бір тұлғаны қосып жатсыздар. Олардың сөздері бойынша олар қалай айтады? Олар Құдайға сен кімді қосып жатсың? Серік қосып жатсың. Құдайға сен серік қосып жатсың. Қара, сенде 3 Құдай уже, 3 Құдай, я. Бірақ киіктер бізге басқаша үйретеді, я? Киіктер бізге үйретеді, что бір ғана Құдай бар. Бір ғана Құдай бар. Егер біз осы ақиқатты ұстанбасақ, онда біз шынымен язычники боламыз. Шынымен адасқан адамдар боламыз. Сонымен киіктің аяттары. Тыңда, Израиль, Құдайымыз жаратқан жалғыз Құдай. Зан 6:4. Сонымен Құдай ол жалғыз ғана Құдай. Бір ғана Құдай бар. Киіктің оны жариялайды. Келесі. Мен жаратқан емін, жалғыз Құдайымын. Менен өзге Құдай жоқ. Өзімді білмесен де, мен сені күшті қыламын. Не айтып жатыр? Менден басқа Құдай жоқ. Тек қана бір ғана шынайы тірі Құдай бар. Келесі аят. Сен жалғыз Құдай бар деп сенесің. Мұның дұрыс, алайда жындар да соған сеніп, оның қаһарынан қорқып дірілдейді. Сол Жақып айтып жатыр, я? Тек қана бір ғана Құдай бар деп сен де сенесің. Ол дұрыс. Сонымен киіктер бізге көрсетеді, что бір ғана Құдай бар. 3 Құдай емес, 2 Құдай емес, 2,5 емес, бір ғана Құдай. Егер сіз басқа ойды ұстансаңыз, онда сіз киіктапқа сай емес сенесіз. Киіктапқа қайшы сенетін боласыз, егер басқа көзқарасты ұстансаңыз. Сонымен осы 2 тұжымды біз мұқият есімізде сақтап алу керекпіз. Потому что егер біз осы 2 тұжымдан шығып кетсек, онда біз жалған ілім үйретіп жатырмыз. Біз киіктапқа сай емес сөйлеп жатырмыз. Егер осы 2 тұжымды ұстанбасақ. Бірінші тұжым, 3 бүліктің әрбір тұлғасы толық мағынада Құдай болып табылады. Яғни Құдай әке ол 100% Құдай, Құдай ол 100% Құдай, және келрух ол 100% Құдай. Екінші тұжым, киіктап 3 Құдай емес, тек бір ғана Құдай бар екен анық үйретеді. Түсініктер? Әрине, осы жерде бізге адамдар көп осы жерде бізге таслақтырады. Олар айтады, қалай, сендер математика білмейсіңдер ме? Сендер санай алмайсыңдар ма? Қалай 3-еуін қоссаң 1 болады деп бізге сұрақ қояды. Адами көзбен қарасан, олардың сөздері дұрыс. Бірақ біз адам туралы айтып жатқан жоқпыз. Я? Біз осы жерде кім туралы айтып жатырмыз? Құдай туралы айтып жатырмыз. Қараңыздар, даже қисынды, логично деген сөздер қолдансақ, әр адамның қисынды, логикалық деген білімі, оның біліміне ғана шектеледі. Түсінесіздер ме? Сіздің бұл дұрыс па, или дұрыс емес, бұл қисынды ма, или қисынсыз ба деген бағаңыз сіздің біліміңізге негізделген. Потому что егер сіз білмесеңіз, сіз оны ол қисынды или қисынсыз деп айта аламайсыз. Сіз бағалай алмайсыз, потому что сізде ондай білім жоқ. А енді қараңыздар, кейбір адамдар Құдайды солай бағалайды. Айтады, қалай ол бір тұлға болып, үш тұлға болып, бір ғана Құдай болады. Бұл қисынды емес. И сондай адамдар айту керек, қалай сен өз ойынмен Құдайды шектеп жатсың? Қалай ойлайсың, сенің ойын не қисынды, не қисынсыз екені Құдайға қатысты анықтау керек па? Дегендей сұрақ қою керек. Я? Потому что біз все-таки Құдай жайында айтып жатырмыз. Егер Құдай бізге киіктапта солай өзін көрсетсе, онда сол шындық, сол ақиқат. Басқа да жоқ. Біз біреудің ойына, бұл қисынсыз екен деп, біз киіктаптың куәлігінен бас тартпаймыз. Я? Ең бірінші сабақта біз соны айттық, что егер біз киіктапты алсақ, онда біздің сеніміміз просто кәдімгі толқын сияқты шайқалатын болады, и онда ешқандай негіз болмайды. Киіктап бізге осыны үйретеді. Осы 2 тұжымды анық есте сақтап алу керек. Келесі кеттік.
Үшінші қадам, үш бірлік тұлғалардың әртүрлі қызметтері. Ең бірінші, давайте жаратылыстың қызметтері. Қалай үш бірлік жаратылыста қызмет етті? Тағы да қандай пікірлер, қандай ойлар? Қалай біз жаратылыста үш тұлғаны көре аламыз? Біз деген, олардың қызметтерін қалай көре аламыз? Қандай қызметтер жасады? Давайте қарайық. Әке Құдай әке. Құдай әке сөз арқылы әлемді жаратты. Ол барлығын жариялады. Даже мен, например, сол уаза дәнді алғанда, маған сол қызық болды. Құдай бірінші жариялайды, потом как будто барып өзі істейді сияқты. Мысалы, как будто сіз істейсіз ба, например, тамақ пісірейін деп, былай, тамақ пайда болсын деп айтасыз, и потом барып өзіңіз пісіресіз. Солай істейсіз ба сіз? Бірақ Құдайға қарасаңыз солай істейді. Айтады, жарық пайда болсын, и келесі аят, Құдай жарықты. Түсінесіз ба? Құдай осы пайда болсын дейді, потом Құдай өзі соны істейді. Бірақ біз не көрдік ташта? Әке Құдай ол жариялайды, ол сөз арқылы барлығын жаратады. И бізге жаңа өсиет көрсетеді, что сөз ол кім? Құдайдың мәңгі сөзі ол Иса Мәсіх. Иса Мәсіх. И тіпті бізге жаңа өсиет соны прям айтады. Иса арқылы барлығы жаратылды. Иса арқылы. Көне өсиетте біз көреміз, что Құдай барлығын сөз арқылы жаратты. Жаңа өсиетте біз көреміз, что Құдай Иса арқылы барлығын жаратты. Яғни Иса ол сөз, и оны бізге Жохан анық айтады, әуел баста сөз болатын, сөз Құдай еді, потом сөз адамға айналды. Сонымен, әрине, Иса ол Құдайдың сөзі ретінде жаратылысқа қатысты, бәрі ол арқылы жаратылды. Исасыз еш нәрсе жаратылған жоқ. Барлығы ол арқылы жаратылды. И және келрух жайында біз не көреміз? Жаратылыстың бастауында біз көреміз, что Құдайдың рухы не істеп жүрді? Халықтап ұшып жүрді. И әрине келрух сол жақта болды, потому что біз сенеміз, что келрух ол 100% Құдай. 100% Құдай, ол значит ол әуел бастан ақ болды. И келрух сол жаратылыста болды, и біз оны сол тікелей қатысқанын туралы кітапта көреміз. Келесі, давайте, Құдайдың қызметі, біз көре аламыз, ол құтқарудағы қызметті. Құтқарудағы қызметтерінде осы үш тұлғаның қызметтері қандай? Қалай ойлайсыздар? Жол көрсету. Тағы да. Жоқ, давайте, әр қай тұлғаны, например, Құдай әке не істейді, Құдай ұл не істейді, және келрух не істейді. Давайте қараймыз. Әке Құдай ол не істеді? Ол ұлын жіберді. Бізге осыны кітап анық айтады. Жохан 3:16, Құдай адамзат сондай қатты сүйгендіктен өз жалғыз ұлын жіберді. Иса не істеді? Иса Құдай ол айқыш ағашта біз үшін құрбан болды. Осы жерде адамдар ойлайды андай. Қайтадан, егер бізде үш бірлік туралы дұрыс емес түсінік болса, біз көптеген дұрыс емес ойлайтын боламыз. Кейбір адамдар ойлайды, Құдай ол айқыш ағашта, онда аспанда кім? Аспан Құдайсыз қалды ма? Түсінесіз ба? Ондай ойлар уже көрсетеді, что адам дұрыс емес ойлап жатыр үш бірлік жайында. Ол ойлайды, что Құдай әке, Құдай ол, келрух, олар үнемі бірге былай. Солай ойлайды, бірақ ол дұрыс емес түсінік. Кітап олай үйретпейді. И даже андай, біз білеміз, что Құдай ол бар жақта болып жүрші. Сондықтан сказать, что Құдай ол айқыш ағашта, аспан Құдайсыз қалды, ол уже адамның кітапты мүлдем түсінбейтіні, ол шатасатын көрсетеді. Сонымен Иса ол Құдай ретінде ол бізде айқыш ағашта құрбан болды. Егер Иса жайған адам болса, оның құрбандығы бізге ешқандай көмектесе алмайтын еді. Тек қана Құдайдың именно осындай біз үшін құрбан болуы бізді құтқарады. И және үшінші көреміз келрух. Келрух ол құтқару ісін бойымызда жүзеге асырады. Естеріңізде болса, кітап бізге айтады, что келрух арқылы сен қайта туылдың. Келрух ол сен бойында.
бар, и ол сенде әртүрлі жемістер тудырады, иә? Тіпті даже Паул шақырады, бауырлар, тәндің жетегінде емес, киелі рухтың жетегінде өмір сүрейік. Түсіндіңіздер ғой? То, что киелі рух ол бізбен бірге, и осы құтқарылу жұмысын арғы жалғастырады біздің денемізде. Сонымен құтқарылуда да біз олардың әртүрлі қызметтерін көреміз. Әрине, осы жерде барлық Құдайдың қызметтері жазылмаған, потому что келікті бізге оны егжей-тегжейлі бізге түсіндірмейді. Біз просто көрдік, жаратылыста біз анық көреміз, и құтқарылуда біз олардың ісін көреміз. Ал андай сұрақтар, кім жаңбыр жібереді, кім жел жібереді деген ондай сұрақтар қоймаймыз, потому что Құдай ол бізге анық түсіндірген жоқ, иә? Кім осыған байланысты, кім осыған жауапты деп бізге егжей-тегжейлі бөлмейді. Сонымен, осы үш бірліктің тұлғаның әртүрлі қызметтерге бізге өте жақсы мысал береді. Үш бірліктің бірлік пен ерекшелік адамның күнделікті өмірде бірлік пен әртүрлікті көрсетуіне негіз және тамаша үлгі береді. Қалай ойлайсыздар? Осы үш бірлік бізге күнделікті өмірімізде қандай үлгі береді? Қандай салаларда үлгі бере алады? Олар үшеуі, бірақ бірге бір тұтас жасайды әрекетті. Бірге бір тұтас бәрін жасайды. Бір ойда үнемі. И бізге мысал ол неке. Неке. Иә? Некеде, получается, қараңыздар, күйеу әйелмен бірге қосылып бір тұтас болады. Бір дене болады. И керемет сондай неке, это когда күйеу мен әйелдің ойлары бір, бағыты бір, иә? Барлығы істері де бір, олар бірге жасайды сан. Олар бірлікте, бірақ әрине олар әртүрлі. Иә? То же самое біз көреміз, что киелі рух, например, Құдай әке, ол Құдай ұл емес. Олар әртүрлі, бірақ бірге бірлікте тығыз байланыста қызметті жасайды. Олар бір-бірімен ұрыспайды, соғыспайды, иә? Оларды немі сондай мәңгілік шексіз сүйіспеншілік. Сондықтан ол бізге жақсы үлгі. То, что как Құдай сондай бір тұтасы болғандай, біз де сондай бір тұтасы болуға тырысу керекпіз. Тағы да бір мысал, ол әрине қауым. Қауымды қараңыздар, келікті бұйдады, қауым ол бір дене. Қауым ол бір дене. Бірақ бір денеге көптеген мүшелер бар сияқты, әрбір қауым мүшесінің өзінің жеке рөлі бар. Қауымда. Келікті бізге сол үйретеді. Сондықтан қараңыздар, бәрі, например, біз бәріміз, бір қауымыз, бір тұтас қауымыз. Бірақ біз әрқайсымыз бір сол қауымның мүшесі и бір қызметті атқарамыз. Яғни біз бірміз, бірақ біз әртүрліміз. Мысалы, например, Асем тәте ол мен емес. Мен ол Асем тәте емес. Біз әртүрліміз. Бірақ біз бірге бір қауым бола тұра, әртүрлі қызметтерді бірге бірлесіп жасаймыз. Солай біз, ойымыз бір, ісімізде бірлікті көрсетеміз. Сондықтан осы Құдай бізге үнемі үлгі болады, және осы үш бірлік те бізге үлгі. Сонымен үш бірлік деген не? Жаңа екі ойды мықты сақталақ, то что Құдай үш тұлғадан тұрады, и әр тұлға ол толыққанды Құдай. Және екінші ой, что біз тек қана бір ғана жалғыз Құдай ғана сенеміз. Үш Құдай емес, бір ғана Құдай. Амин.